Армысыздар, құрметті әріптестер, тыңдаушылар, құрметті ұстаздар. Мен өзім таныстырып өтсем, Алматы облысы Көксу ауданы Мұқыр ауылы Жапсарбаев атындағы орта мектебінің әлеуметтік педагогы Серғазинова Ақбота Нұрдәулетовна боламын. Менің бүгінгі педагогикалық идеялар фестивалінде таңдаған бағытым психологиялық сандықша, тақырыбым қиын жасөспірімдердің бос уақытын дұрыс ұйымдастыру. Бүгінгі жұмысымның басты мақсаты қиын жасөспірімдермен әлеуметтік жұмысты жаңарту мәселесі болып табылады. Жұмыстың міндеттері қиын жасөспірімдердің пайда болу себептері, қиын жасөспірімдердің ерекшеліктері, сондай-ақ қиын жасөспірімдерді тәрбиелеудегі әлеуметтік педагогикалық тұрғыда отбасы және мектептің өзара байланыстарын арттыру, қиын жасөспірімдерді қоғамға қайта қосудағы әлеуметтік жұмысты іс жүзінде асыру болып табылады. Енді жұмысқа келетін болсақ, қиын балалармен тәрбие жұмыстарын жүргізуде көңіл аударарлық әдіс олардың бейім қабілеттерін ескере отырып қоғамдық мәні бар тапсырмалар беру және орынды педагогикалық талаптар қою. Көптеген қиын балалардың мінез құлықтар өзгертіп, адамгершілік қасиеттерге бағдар беруде олардың ұтымдық психикалық күйлерін, яғни қуанышты эмоциясын пайдалана білсек, мектептегі қызық та тартымды қоғамдық жұмыстарға белсене қатыстыруға болатынын анықтаймыз. Осы орайда өз тәжірибемді басшылыққа ала отырып, әрбір баланың бейім қабілетін мінез құлқына сай оңды және шығармашылық қызметтерін ұйымдастырып отыру керек. Дәлел ретінде, қиын балаларға жеке тапсырмалар тәсілін қолданғанда, оны алдын ала жоспарламай, еріксіз сипатта жүргізуге болады. Бұл тәсіл қиын баланың дөрекі қылықтарынан кейін артын суытпай педагогикалық талаптарды қоя тұра әңгімелесу әдісімен жүргізіп, қайта тәрбиелеу жұмысын өткізу керек деген ойдамын. Мысалға алатын болсақ, Қайнар 5-ші сыныпта оқиды, 13 жаста. Оның жолына, бағыт-бағдарына, іс-әрекеттеріне талдау жасаймыз. Біріншіден, Қайнар жайлы жалпы мінездеме алу керек. Екіншіден, Қайнардың отбасындағы қарым-қатынасын, тәрбиесін, жағдай мүмкіндігін білу. Одан кейін үшіншісі, сынып ұжымы мен Қайнар арасындағы байланысты және оқуға, қоғамдық пайдалы еңбекке, қоғамдық тапсырмаларға қатысын байқау керек. Және төртінші соңғысы, Қайнардың мінез құлқындағы ерекшеліктер мен ынта ықыласына анықтама жасау керек болып табылады. Осы педагогикалық бағдардың нәтижесінде біз Қайнардың ашуланшақ, көңіл күйі құбылмалы, тұрақсыз, педагогикалық талаптарды мойындамайтынын анықтаймыз. Екіншіден, Қайнар мадақтау мен сенім артуды ұнатпайды, спорт ойындарына көбінесе еліктейтінін көре аламыз. Және де жағымсыз мінез құлқының қалыптасуына көше балаларының ықпалы әсер еткен. Баланың мінезінде қаталды, менмендік, күш көрсету сияқты ұсқынсыз сипаттар қалыптасқан. Осының негізінде бала мен шешенің арасындағы келіспеушілік туған. Баланы сабау, жәбірлеу, үлкенге деген сенімді төмендетіп, мұғалімдердің талап тілектеріне қарсы қиқарлық, тіл алмау, дөрекілік жасауға себепші болғанын анықтай аламыз. Және енді Қайнарға берілген мінездеге сүйене отырып, эксперимент ретінде қайта тәрбиелеу жұмысын мақсат міндетін белгілейік. Біріншіден, мысалға, алғашқы міндет баланың сынып ұжымы мен әлеуметтік педагогтердің арасындағы қарым-қатынастарды жасау болып табылады. Екінші міндет, қиын баланың алдына айқын талаптар қойып, сол талаптар көлемінде қоғамдық пікірлер туғызуды және оны тәртіпке шақыру болып табылады. Үшінші міндет, баланы қоғамдық жұмыстарға араластырып, жалпы бағыт-бағдарын еңбекке, оқуға дұрыс көзқарастарын қалыптастыру. Ең соңында айтылып отырған міндеттерді іс жүзінде асыру барысында баланың менменшіл, дөрекілік, қаталдық, қатыгездік қылықтарын жою және өзін өзі тәрбиелеуге дайындау болып табылады. Бұл міндеттерді іс жүзіне асыруда мынандай методикалық жүйені байқауға болады. Біріншіден, әдіс-тәсілдердің тууына бала тұрмыстың жай-жапсарын, мінез құлқының кейбір ерекшелігі мен мүмкіндігін бағдарлап тану себепші болса, екіншіден, қиын баланың ұжыммен қарым-қатынасындағы елеулі жақтарын және мінез құлқындағы басты ерекшеліктер туғызатын себептерін тануға негіз болады. Себепті білу баламен жеке тәрбие жұмысының дәлелді мақсатын белгілеуді міндеттейді. Алдағы тұрған мақсатты білу Қайнар мен әртүрлі жеке тәрбие жұмысының жоспарын көрсетсе, ең алдымен тәрбие жолын білу, сынып жетекшісінің белсенді түрде тәрбиенің айқын тәсілдерімен баланың ішкі жан дүниесіне өзгерістер енгізіп, оның өз сынып ұжымымен дұрыс қарым-қатынастар жүйесін қалыптастырып, соның негізінде баланың өзін-өзі тәрбиелеуіне қиындықтар болғаны белгілі екендігі анықталады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен аяқталды.